Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Өте тез дайын болатын рулеттердің рецептімен бөлісемін. Бізге бар болғаны 3 жұмыртқа, ұн, бұл жерде менде кукурузный крахмал және разрых летел бар, және шекер қажет болады. Ең алдымен біз 3 жұмыртқамызбен шекерді жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлейміз. Енді 100 грамм шекерімізді аз-аздан қосып миксерлейміз. Мына жерде бізде ұн, кукурузный крахмал және разрых летел бар. Осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз да, аз-аздан осы жұмыртқамен шекерімізге салатын боламыз. Миксерлеп жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің тестіміз дайын болды. Пергамент қағазын төсеп алдық. Мінекей. Жақсылап бір тегістетіп, 3-тарына дейін жететіндей етіп, жақсылап жайып шығатын боламыз. Осымен дайын болды. Қыздырылған пешке, алдын ала қыздырылған пешке 10 минутқа салатын боламыз. Достар, мінекей менікі пісіп шықты. Мен тек газым сәл осылай бір жағы пісіреді, қатты пісіреді, сондықтан кетіп кетті. Ештеңе кетпейді. Енді біз пергамент қағазын дайындап аламыз осылай. Онан соң осының бетіне мынаны түсіретін боламыз. Вот, түсті. Енді орайтын боламыз бір жағына қарай. Мен мына жағына қарай орағым келіп тұр. Бірден орап тастаймыз ыстық күйінде. Бөлме температурасында осы кішкене суығанша қоя тұрамыз. Достар, біз енді кремін жасауға кірісетін боламыз. Мен осындай 33%-ық сливки пайдаланатын боламын. Бізге 150 грамм сливки қажет. Мінекей кішкене сливкеміз осылай өзінің формасын ұстағанға дейін осылай жасалатын боламыз. Енді үстіне творожный сыр қосамыз. Мінекей достар, енді жақсылап миксерлеп аламыз. Дәміне қарай сахарный пудра қосу қажет. Егерде сіздерде сахарный пудра болмаса, шекер қоссаңыздар болады. Мен вареный сгущенка пайдаланып жіберіп жатырмын. Ештеңе кетпейді. Шамамен 40 граммдай қосам. Жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Достар, енді рулетімізге кремімізді жағатын боламыз. Ең алдымен рулетімізді ашамыз. Қатты қалың қылмай жағып шығамыз. Қатты қалың қылмаймыз. Енді рулетімізді ораймыз. Осы күйінде холодильникке салқындатқышқа 2-3 сағатқа салып алатын боламыз.
крем шамалы бізде коржға сіңу керек, және де қатаю керек. Мінекей. Достар, шамамен 2 сағаттай біздің рулетіміз холодильникте тұрды. Мен мына сыртындағы жаңадай қабығын алып тастадым. Енді шамалы рулетімізді әсемдейтін боламыз. Ол үшін бізге шоколадты ертіп алдым. Шоколадты ағызатын боламын мен. Мен онағы ішіне салған кремменен беттеріне осылай жасап шығатын боламын. Қазір рулетімізді кесіп көретін боламыз. Мінекей, қараңыздар. Ішінде кремі әдемі болып тұр. Бір тегіс болған. Менің рецептіммен дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Түрі де әдемі болып шықты. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк қойып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым, сау болыңыздар.